Үйдемін Алматыда. Мәссаған кәдімгі шаршап қалыппын, прикиньте. Кәдімгі бір апталық шаршағаным енді шығып отыр ғой бері. Ана жақта жүріп шаршағанын білмеймін ба. Қатты шаршап тұрмын. Біраз болған еді, үйтіп шаршамағаныма. Последний күндері вообще ұйықтамай кеткен болатынбыз. Енді бір апта емес, шыны керек, бір Дубайда бір ай болғандай болдым. Ұзақ болды кәдімгі өзіме. Өте ұзақ болды, бірақ қызық болды деген сияқты ғой. Сол үйдемін, короче. Ал не болды деймін да? Жуындырайын деп атсам, суының ішіне пипи жасап тастады. Уже судың ішіне салып қойған, сол пипи жасаған суының ішіне жуындырып жатырмын. Шайындыра саламыз енді, аяқ жағынан пока сабындап жуындырып жатырмын. Тура судың ішіне келген кезде жібере салған бар емес па? Айбы, ят болды ғой мынау енді, ят болды, а? Не болды енді бұл, не болды? Өстіп жуындырып тастаймын өзім. Зөнімді, шапаконімді, пасяконімді жуындырып тастаймын осылай. Пипи жасап тастаған суының ішіне. Күліп қойып жатыр, риза болып. Иә? Иә ма? Ай, бетіңді қайтып жуамыз енді суға. Күлме. Пасякон, шапакон. Жуындырғанның өзі бір тәтті ғой бұны. Кушоконим менің, кушоконим. Жыламайды вообще. У нас уборная. Амир, қайдасың? Я тут буду спать. Я вот здесь буду спать. Кішкентай ғой сенің төсегің? Так, Давай. мына жерде. Ух ты. Амир, прокомментируйте, как кровать вам? Просто кайф. Я лежу, я усну прям очень кайфово. Ты еще не уснул, но ты знаешь, как ты будешь спать кайфово? Да. Да. Как удобно. Шикарная. как мне будет. Кровать огромная. Спокойной ночи. Я тебе завтра потрамся. Әйтеуір бәрі бір-біріне ақыл айтуға дайын тұрады ғой. Әйтеуір біреуге келгенде ақылымыз көп болып кетеді. Өзімізге келген болса ақылды пайдалана алмаймыз. Сол үшін ақылдарыңызды, которые негатив жазатқандар бір жерлеріңізге тақып қойсаңыздар. Так как менде бірінші рота, мен схватки деген нәрсені вообще түсініп жатқан жоқпын, потому что ондай нәрсе өтпеген, бір как будто бір жыл сайын босанып жатқан қатын сияқты болыңыздар ғой. Главное, ештеңені ойламауға тырысып жатырмын. Жан басым, белім ауырса да кішкене, бірақ енді басылып қалып жатыр ғой. А так, все норм. Ал оңдап жатқан жандарға рахмет үлкен. Люблю вас всех. Өзің ете жоқ. Әлем көріне чентекті. Қалтаң барыптан. Ете жоқ әлем көрдет. Командай. Алматының әдемі жерлері сияқты да. Ете жаққа келдім. Барлықтарыңызға удачного дня. Целую, обнимаю. Көлем қол басталған. Қатып жоқ үйде. Яночка довольна. Бурна, когда я выезжала с салона, я была так голодна. Я попила кофе, заказывала такси, и одновременно я заказывала курочку от Imba Chicken. Блин, ну это было лучшее решение, если честно. Вот, я сейчас кушаю. Подруга на семинаре вечером придет, попробует. Все, я заказала за полчаса, захожу домой. Думаю, блин, когда будет еда? И стук в дверь сразу же после. Все горячее до сих пор. Все прям, честно, ничем не уступает KFC-шке. А еще там не только курочка. Еще есть буксмастер, который, как вы видите, я тоже попробовала. Реально. Мой друг мне советовал, когда я была у него в гостях, я спросила, откуда такая классная курица.
имба чикен, свои лимонады. Я довольна. Дайымбыз. Тікелей эфирге қанша минут қалды? 3 минут қалды, иә? Иә. 8:00 Еуразия бірінші арнасы. Қосылыңыздар. Ал ояндық, давайте Ал бастаймыз. кеттік, біз бастаймыз. Қайырлы таң, Қазақстан! Қайырлы таң, құрметті көрермен, Еуразия бірінші арнасының тікелей эфирінде Қайырлы таң, Қазақстан бағдарламасы өз жұмысына кіріседі. Сіздермен бірге 1 сағат көлемінде көтеріңкі көңіл күймен, қызықтары пайдалы ақпаратпен бөлісетін Жасырбек Жұматай және мен Айдана Тұрсынғалиқызы. Қайырлы таң, бай бейсенбі баршаңыздар құтты болсын. Өздеріңізбен тікелей эфирде қайта қауышқаныңызға дән ризамыз, қымбат көрермен. Сонымен қатар бүгін 15 мамыр, бүгін қазақ елі домбыра күнін атап өтеді. Баршаларыңызды мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ал бүгінгі бағдарламада мынау көлік тұрағындағы автокөліктердің заң бұзушылығы туралы, сонымен қатар медицина саласындағы. Все, подружка моя прилетела, и вот уже улетать собирается. Быстро прилетели, конечно, эти дни в пробке, в дороге. Полдня у меня уходило добраться до куда-нибудь. Спасибо. Семинар классно, отдохнул, Вообще супер. со всеми встретились. Да. Теперь, как обычно, грустинка перед вылетом. Акжолжан, давай, дорогая. Астане привет. Эх, грустненько. Грустненько. екен. Сөйтіп кеше Әлшердің айтуы бойынша Айдана меркантильная қыздардың қатарына жатып кетті. Иә. Оған Ақшасы жоқ адамдар сөйтіп айтады. Не деді? Ақшасы жоқ дейсіздің, ақшаңыз жоқ. Айдана, егерде сіз енеңізбен болашақ ренжісіп ұрсып жатасыз ғой енді, сол кезде күйеуіңіз сізді жақтамай қойса не істейсіз? Анасын жақтаса. Білмеймін, нормально сияқты. Ренжіп қаласыз ба, ренжімейсіз? Жоқ, білмеймін, может мен кінәлі болсам, мен дұрыс болып тұрсам. Сіздікі дұрыс. Менікі дұрыс болып. Сіздікі дұрыс, мамасыныкі дұрыс емес, но мамасын жақтап тұр. Білмеймін енді, по-любому. Менде мынандай да, інім бар, мамам бар, сіздің келінім бар, болғаннан кейін мен ситуацияға былай сырттай қарап үйренгенмін. Сөйтіп сырттай қарап үйренгеннен кейін? Иә, сосын былай ойлаймын да, мына типа менің інім болса, менің мамам болса, мына кісінің орнында деген сияқты. Солай біреудің орнына біреуді қойып ойлап көремін да. Қалай болар еді, мен мамам болса, типа мне бы тоже было бы обидно деген сияқты ше. Сондай бір сырттай қарап үйренгенмін, сол үшін былай түсінуге тырысамын. Мен по-любому үлкен кісі деген сияқты көңілім келіп қалады енді. Елесің ғой по-любому кішілігіңді мен өзім папама андай бүйтпейді деп андай ұрсысып бүйтпейді екен мама папаға ше. Бәрі кетсе бір сол ренжіп қалады жарым, сөйлемей қаламын, жылап қаламын, болды андай ұрсысып. Ондайға жақсы ба? Сол үшін мамасын жақтай берсе болады, иә, күйеуіңіз? Жоқ, енді бай. Кейін бір ашуы басылғанда айтасың ғой. Ақылға сап. Сол кезде сен мені жақтамадың деп жазып аласың да бәрі. Жоқ, неге сол кезде бай жақтамасқа деген